Көліктеріңіз, қонақтарыңыз көп болатын болса, осы жаққа қойсаңыздар болады. Одан бөлек ер адамдарға жалпы ең кішісі осына шашлық пісіруге арналған мангалдар, анау мынау сырне бірдеңе пісіретін болсаңыз, ендігі кезектегі шоуымызды үйдің ішіне жасайық. Кіреберісте осындай шкафтардан бар, одан бөлек осындай тумбалардан бар. Үйдің іші кең, арнайы осындай қыздарға арналған айна бар. Одан кейін спальня жақтар бар, мына жақта енді бір кісі жатыр екен. Осындай жақтар бар. Осы жақта тағы екі адамға арналған, мына жақтан бөлмесі. Арнайы мына жақта осындай ванна, туалет ваннасы бар. Тағы да туалетімен бар. Мына жақта тағы да осындай спальня бар. Спальняге арналған мына жақта душевоймен осындай жуынатын бөлмесі бар. Шкафтармен арнайы өте көп жабдықталған. Мына жақта осындай тағы да енді қыздареки арнайы өздеріңізге прям тамақ күшті нәрсе жасағыларыңыз келсе, осындай күшті көкесімен бар. Қараңыздар, астымен енді жаңа барлығын жасап жатқан ыдыс жуатын машинкасына дейін бар. Қараңыздар, қонақ күтетін болсақ та ыдыстың барлығы бар. Ешқандай қиналмайсыздар. Осындай газмен, арнайы ыдыстармен барлығы жабдықталған. Осы жақта қонақтардың отыруына арналған үлкен столдармен де бар. Одан бөлек осындай караокеден бар. Келген қонақтарыңыздың іші піспайды және де көңілді, жақсы көңіл күймен отырасыздар. Вид осылай көрінеді, алматының виді. Қараңыздар, вау, қандай әдемі. Отыруға арналған осындай ыңғайлы диваны бар. Кондиционер барлығының бар. Мына жақта бөлек осындай тағы да комната бар. Тоже алматының күшті виді көрінеді болады. Қалай, күшті ваннам жатыр ма? Ұнады. Ремизовка хаустың бір плюсы. Мына басқа үйлерге барсаңыздар ыдыс аяқ түгел болмай қалады ғой енді. Бұл жақта пол бәрі түгел. Ойланбай келе берсеңіздер болады. Алдағы уақытта қуаныштарыңызды, жаңағындай туған күн болмаса қыздар өздеріңіз жеке отырыс десеңіздер де келіп осы үйді таңдасаңыздар болады. Инстаграм белгілеп кеттік. Міндетті түрде сақтап алыңыздар, жақындарыңызға жіберіп, қуаныштарыңызды бірге бөлісуге тілек білдіремін. Халықтарыңызға қайырлы кеш. Біз эфирден шыққаннан кейін сразу тамақханаға келеміз біз. Ас болсын. Ас болсын. Иә. Қажан шыққан настроение шоуген бұл настроение көтерейінші. Не болды? Ал қыздар, мен дәл қазір Хиванаға келдім. Өзіме декоративный косметика алып жатырмын. И мына жақта скидочный болып жатыр екен. Мына жерде түгел скидка. Мына жақта жаңа кремдер бар, уходовый косметикалар бар екен, крема есть разные. И покупка жасап жүріп, келіп мына жаққа сусындар алсаңыздар болады, тамақ алсаңыздар болады. Мына жақта өздеріңіз жасап жесеңіздер болады, раменді, кстати. Күшті, нақты кофейнясы бар екен, кішігірім.